Сәлем достар, сіздермен Мол Ахмет Жансая. Қазір пиццаның жұп-жұмсақ нанын илейтін боламын. Бізге керекті заттар осындай сүт, жылы сүт, мынандай құрғақ дрожжы, бөлме температурасындағы сармай, сосын ұнымыз керек. Осында илейтін боламын қазір. Осылай нанымды илеп болдым. Енді 1 сағатқа ашытатын боламын. Міне достар, осылай пиццаның наны көтерілді. Қазір пісіретін боламын. Міне осылай жасадым. Енді 5-10 минут бетін жауып қоя тұратын боламын. Пиццаның салмасына колбаса, сыр, перец, помидор, осындай майонез бен кетчуп керек болады бізге. Міне достар, осылай пиццамның салмасына осындай қылып дайындап қойдым. Мына сырымды теркадан өткіздім осылай. Колбасамды осылай кубиктап турадым, 4 бұрыштап. Мына помидорымды да осылай турадым. Міне достар, пиццамның наны осылай бүйтіп басып жайып алдым. Енді кішкене қоя тұрамын. Міне осылай жасап болдым. Енді бетіне салмасын салатын боламын. Міне достар, бетіне майонез бен кетчубын жақтым. Қазір бетіне салмасын салатын боламын. Міне осылай салдым. Енді қазір пісіріп алатын боламын. Міне достар, менде осындай пицца шықты. Жұмсақ. Міне достар, осылай да пицца жасадым. Қазір пісіретін боламын. Міне достар, менің пиццам осылай шықты. Жұп-жұмсақ.